Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай өте әдемі, жұп-жұмсақ әрі дәмді лепешка пісіретін боламыз. Қамырының құрамына ешқандай сүт, жұмыртқа және де сары май қосылмаса да осындай керемет жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Грамдарын төменде жазып қалдырамын, ендеше видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын илеу үшін ыдысымызға 250 грамм жылы су құямыз. Үстінен 1 шай қасық құрғақ ашытқымызды саламыз. Ашытқыларыңыздың мерзімі өтіп кетпеген, сапалы болғаны дұрыс. Сонымен қатар 2 шай қасық қантты салып араластырып аламыз. Енді 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз және де 1 шай қасық толы тұз салып, барлығы ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Осы уақыт аралығында біздің ұнымыз електен өтіп дайын болып тұру керек. Менде бұл жерде жарты килограммда, яғни 500 грамм ұн. Ұнымыздың барлығын бірден салмаймыз. Осылай 2-ге немесе 3-ге бөліп салып отырып, қамырымызды илеуді бастаймыз. Қамырларыңыздың жақсы болып көтеріліп ашып шығуы жаңа айтып өткенімдей тікелей ашытқыға, яғни дрожжға байланысты. Сондықтан үйде біраз уақыт бойы тұрып қалған ашытқы болса, оны қолданбай орнына балғын ашытқы қолданғандарыңыз дұрыс. Мінекей осылайша ешқандай іртік, түйіршік қалмайтындай бір келкі қамыр илеп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай орташа тығыздықтағы қамыр иленіп шығады. Енді қолымызға кішкене ғана сұйық май алып, қамырдың бетін сұйық маймен осылай майлап қоямыз және де бетін пищевая пленкамен жауып, қамырымызды жылы жерге 1 немесе 1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Шамамен 1 немесе 1,5 сағат уақыт өткеннен кейін қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көтеріліп шығады. Көтерілген қамырымызды қолымызбен 1-2 басып аламыз. Одан кейін столға орналастырып, қамырды кішкене сопақша формаға келтіріп аламыз. Сонымен қатар қамырды көз мөлшерімен немесе таразымен өлшеп, теңдей 4 бөлшекке бөліп аламыз. Бізде қатты үлкен емес, орташа көлемдегі лепешкалар шығады. Қамыры да қатты үлкен болып кетпейді. Егер сіздердің отбасыларыңыз үлкен болса, осы көрсетілген құрамды 2-ге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Кесілген әрбір бөлік қамырымызды осылай қолымызбен жақсылап біркелкі етіп дөңгелетіп аламыз. Енді қамырымыздың бетін тағы да пищевая пленкамен жауып, бір 15 немесе 20 минут уақытқа тағы да көтерілгенше қалдырамыз осылай. Бір 20 минут уақыт өткеннен кейін қамырымыз осылай көтеріледі. Көтерілгеннен кейін жұмыс жасау өте оңай болады. Енді әр қайсысын осылай алып, қазір лепешканың формасын келтіретін боламыз. Қолымыздың көмегімен осылай нанның ортасын басып, әдемі лепешканың формасына келтіріп аламыз. Құрметті менің сүйікті көрермендерім, осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, немесе пайдалы болып жатқан болса, каналға төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар, және де осы видеоға лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді жазып кетуді де ұмытпаңыздар. Мінекей осылайша барлығын формалап алғаннан кейін пісіретін формамызға нандарымызды орналастырамыз. Енді нанымыздың ортасын осындай нанға арналған арнайы әдемі кескіні бар нан ұратын құрылғының көмегімен басып шығамыз. Бұндай құрылғыларыңыз болмаса, қарапайым шанышқымен ортасын тесіп шықсаңыздар болады. Мінекей осылай әдемілеп басып алдық. Енді нанымыздың беттерін жұмыртқаның сарыуызымен жақсылап бір тегіс етіп жағып шығамыз. Құрметті көрермендерім, төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы осы видеоны өздеріңіздің құрбыларыңызбен, жақындарыңызбен әлеуметтік желілерде бөлісіп қойыңыздар. Олар да жасап көріп, сіздерге алғысын білдіреді деген ойдамын. Нанымыздың ортасына қалауларыңызға қарай күнжіт немесе седана сеуіп қойсаңыздар болады. Алдын ала 200 градуста қызған пеште 20-25 минут уақыттай қызарғанша нанымызды пісіріп аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай нандарымыз алтындай болып, әдемі болып пісіп шықты.
Тағы да біршама жұмсара түсу үшін беттерін бір 10 минутқа мата сүлгімен жауып қойсаңыздар, жұп-жұмсақ болып тұрады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай түрі де өте әдемі, тәбеташарлықтай болып шықты. Ең бастысы құрамы қарапайым, қолжетімді. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнады деген ойдамын. Әсіресе ыстық кезінде май жағып тұрып жесеңіздер, енді тіптен керемет. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ, базардың лепешкалардан ешқандай кем емес. Жасап көріңіздер, ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрзина. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет.